Hemden iyi oldu. Son yıl bezip açılır ayağısını böyle tuttular. Ыңғайсыз болады. Түркістан облысы Сарқамақ ауылында имамдарға баспана атты жобамен үй бастаған болатынбыз. Міне соның жалғасы қазір Madani ауылында жамағаты жиналып имамдарына үй бастаған екен. Соған осы жобамен кішкене болса да бір бұрышын болса да көтерейік деп сіздердің себептеріңізбен көмектесуге келдік. Ассалаумағалейкум жамағат. Алла өмірлеріңізге, істеріңізге береке берсін. Алла разы болсын. Бұл жігіттер Жаннатул Фирдауси қорында қалада жүргізіп жатыр қорды. Сол қордың атынан келіп тұр қазір осында. Естіп осы атамызға осы ауылдың жігіттері жиналып үй сап беріп жатыр деп естігеннен кейін әрі ол кісі осы ауылдың тұрғыны ғана емес қой, осы ауылдың имамы ғой. Соны жағдайына қарасып, қазір елдің бар өздері әдемі үй салып алғанда, сол имамдарға сәл көңіл бөлінбей қалған көп жерлерде. Мына осы ауыл бірінші болып бастап, елге үлгі болып, Алла өмірлеріңізге береке берсін, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Дәулет деген бауырымыз, Алла разы болсын. Алла разы болсын, демеушілік қылып. Жарты миллион деп айта берейік те. Жарты миллион теңге алып келдік. Берекесін берсін. Алла берекесін берсін. Әлеке, сізге аманат. Алла тағала разы болсын. Осы үйді ел, халық болып барлығымыз тұрғызып, әрқайсымыздың үйімізде жақсы қуаныш, береке, бірлік болсын. Алла разы болсын. Алла жәрдемші болсын. Біз үшін себеппіз ғой. Ниетimiz Allah үшін болса сауап аламыз. Күнәларымыз кешіріледі. Жәннаттан Алла тағала үй береді, Алла нәсіп етсін. Қазір бұл дүниеде мақтана алмаймыз ғой, негізі мен ананы істедім, мынаны істедім, рия болып кетеді ғой. Дұрыс па? Жәннаттан мақтана деген ғой, сондай базарлар болады деген. Әдейі кәдімгідей мақтана деген. Мен мынандай істегем. Сонда жаңа анау жарса деген ғой, істеген жақсылықтарынан айтып та. Сонда кім қандай ұлы амал істеді, соған бәрі қызығып, соның дәрежесі өсе береді екен да. Сол сияқты Құдай қаласа жәннатта сөйтіп мақтанайық, осындай үй саламыз.